Ескертуді елемей қар көшірген 3 шаңғышының кім екені анықталды. Шымбұлақта тау шаңғысы курортындағы қар көшкінінің не себепті болғаны белгілі болды. Бұл туралы Шымбұлақ әкімшілігі жариялаған болатын. Шымбұлақ тау шаңғысы курортының баспасөз қызметінің мәліметінше, түскен қар массасының көлемі 95 текше метрді құрайды. 3 шаңғышы ескерту белгілерін елемей қоршауды бұзып өтіп, тыйым салынған аймаққа шығып кеткен. Салдарынан қар көшкіні жүрді. Қазір олар табылып, кім екені анықталды делінген хабарламада. Шаңғы курортының әкімшілігі 10 наурыз күні таңғы 19:17-де қар жамылғысы тексерілгеннен кейін Комбы 2 аспалы жолы ашылды. Жолдан тыс аумақтар тормен және қар көшкіні қаупі бар, жабық кіруге болмайды деген белгілермен қоршалған. 9:58-де Школьник тауында Комбы 2 аспалы жолы маңында қар көшкіні болды. 10:02-де құтқару қызметі дереу оқиға орнына барып, көшкін аймағын тексерді. Іздестіру жұмыстарының нәтижесінде зардап шеккендер мен қаза тапқандар анықталған жоқ. Айта кетсек, Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті көшкіннен ешкім зардап шекпегенін жеткізген болатын. Қар көшкіннен кейін Шымбұлақ тау шаңғысы курортында 2 жол жабылды, ал Комбы 2 аспалы жолы тек жаяу жүргіншілерге ғана ашық. Бұған дейін 7 және 9 наурызда жауған мол жауын-шашынды ескере отырып, Шымбұлақта аваланчер қорындырғысын пайдалана отырып 5 жарылыс жасалған. Сөйтіп қардың профилактикалық түсуі жүргізілген болатын. Курорттың барлық қызметтері жағдайды бақылау және қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жоғары дайындық деңгейіне келтірілді. Комбы 2 және Талғардың сол жақ трассалары жабық деп толықтырды әкімшіліктен. Бұған дейін желіде Шымбұлақ тау шаңғысы курортында болған қар көшкінінің қорқынышты кадрлары пайда болған. Аспалы жолдағы оқиға куәгерлері жоғарыдан болып жатқан жағдайды видеоға түсірген. Осы сәтте тау беткейінде жүрген адамдарды көруге болады. Олардың көпшілігі қар көшкінінен аман-есен қашып үлгерді. Оқиға кезінде зардап шеккендер мен құрбан болғандар болмаған. Қар көшкіні 2025 жылдың 10 наурызында болды. Қазақстанда қатерлі ісікке қарсы дәрі жақын арада нарыққа шығуы мүмкін. 11 наурызда өткен үкімет брифингінде Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2025 жылдың соңына дейін қатерлі ісікке қарсы отандық дәріні тіркеу жоспарланып отырғанын айтты. Оның айтуынша, екінші деңгейдегі клиникалық сынақтар қарқынды жүріп жатыр. Өткен жылы біз бірінші деңгейдегі клиникалық сынақтарды аяқтадық. Қазір біз жұмыс істейтін науқастардың қатары кеңейді. Қазір біз қатерлі ісіктің барлық түрлерін тексеріп жатырмыз. Өткен жылы тек тоқ-ішек қатерлі ісігіне тексерілсек, қазір онкологияның барлық түрін қамтып отырмыз. Осы жылдың соңына дейін бұл дәріні тіркеп нарыққа шығаруды жоспарлап отырмыз. Орташа алғанда ісік 30%-ға азайып, арнайы процедура арқылы осы препаратты сынауға қатысқан науқастарда ремиссия басталды деп қорытындылады Саясат Нұрбек. 22 сәуір мен 7 мамыр аралығында Астанада әскери авиацияның жаттығу ұшуларына байланысты әуе кеңістігін пайдалануға уақытша шектеулер қойылады. Бұл шектеулер Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына арналған әскери парадтың дайындық өткізу кезеңімен байланысты. Осыған байланысты әуе рейстерінің кестесінде өзгерістер болуы мүмкін. Жолаушыларға рейстер жайлы алдын ала ақпарат алып отыруды ұсынамыз деп мәлімдеді министрлік. Қорғаныс министрлігі енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарауды, жалған ақпарат таратпауға және тек ресми дереккөздерге сүйенуге шақырды.